Сәлеметсіздер ме? Қазір біз Теміртау қаласындағы тарихи өлкетану музейінде қала тарихы залындамыз. Сіздердің назарларыңызға шамамен 100 жылға толған саман кірпіші. Ал мұнда осындай кірпіштерден салынған үйдің көрінісі. Неліктен мұндай құрылыс материалын қолданды? Оны қалай жасады? Бұл сұрақтардың жауаптарын біздің бейнероликта көре аласыздар. Саманды қалай жасау керектігін адамдар 5000 жыл бұрын білген. Тіпті Қытай мен Египетте үйлердің қабырғалары осы құрылыс материалынан жасалған. Оны көбіне ормансыз жазық далада үй құрылысына пайдаланды. Самарқанд кентінде алғашқы үйлер осы құрылыс материалынан салынған болатын. Айта кетсек, 1910 жылы Самарқанд кентінде саман үйді 100 рубльге сатып алуға болатын. Салыстырсақ, шымнан жасалған үй 25 рубль. Саман үйді бір жылға жалға алу үшін жылына 6 рубльден 12 рубльге дейін төлеу керек болды. Мұндай кірпіш өте ауыр. Оның салмағы 17 килограмм. Сондықтан да саман үйдің құрылысы оңай шаруа емес. Мұндай қызықты атау қайдан шықты? Үлкен энциклопедиялық сөздікті қарайық. Саман түркі сөзі. Дәлме-дәл мағынасы ұсақталған, туралған саман. Ғасырлар бойы саманды жасау әдісі өзгерген жоқ. Ол тезек, саз және сабаннан құралған. Өздігінен саман кірпіш жасау үшін сізге біріншіден саз балшықты дұрыс таңдау керек. Сондықтан да біз оны іздеуге аттандық. Кірпіш құлап кетпеу үшін саз орташа майлы болу керек. Мұндай сазды өзендер мен көлдердің жағалауында табуға болады. Әрі қарай біз тезек жинау үшін далаға аттандық. Әсіресе сиыр мен жылқының жапасын қолданған дұрыс. Саманның құрамындағы бұл компоненттерді өмірдің өзі көрсетті. Ежелгі уақытта көп мөлшерде саз илеу керек болғандықтан жануарлардың күшін қолданған. Өгіздер, жылқылар айналып жүріп сазды сумен, сабанмен және оған қосылып жатқан өздерінің нәжісімен бірге иледі. Белгілі болғандай, малдың нәжісі саманның сапасын жақсартады. Олар берік болып, әрі икемді болады. Ал қабырға кепкеннен кейін одан ешқандай жағымсыз иіс шықпайды. Саманның өте маңызды компоненттері сабан. Ол саз блоктарының беріктігін арттыру үшін, оларды сынудан, жарылудан сақтау үшін қолданады. Міндетті түрде шірімеген, жаңа жиналған сабан қажет. Сабан жасау үшін ең алдымен илеу процесі өтетін шұңқыр қазу керек. Шұңқыр мұқият тазаланады, әйтпесе қоқыс пен топырақ міндетті түрде саманға түседі. Бұл сөзсіз оның беріктігіне әсер етеді. Саман кірпіш бұл шамамен 50% саз балшықпен тезектен тұрады. Егер саз көп болса, кірпіш жарылып кетеді. Сондықтан пропорцияларды сақтау керек. Барлық компоненттерді дайындаймыз. Құрғақ тезекті үгітіп, ұсақтап шұңқырға саламыз. Дәл сол мөлшерде саз балшықты қосамыз. Содан кейін сабанды 10-15 см кесектерге бөліп шұңқырға саламыз. Дайындалған ингредиенттерге су құямыз. Су шамамен көз мөлшермен құйылады. Бірақ араластырған кезде саман қамыр тәріздес болу керек. Кірпіш шашылып кетпеу үшін тығыздығын жеткілікті қылдырып жасайды. Қоспа мұқият иленеді. Біздің ата-бабаларымыз аяқтарымен илеген. Дайын саманды барлық компоненттері біркелкі сіңу үшін тағы бірнеше сағатқа қалдырады. Қажетті көлемдегі кірпіш жасау үшін ағаштан түбі жоқ арнайы тікбұрышты құрылғы жасайды. Тақтайлар мүмкіндігінше тегіс болу керек. Саман кірпіш жасау үшін стандартты өлшемдер жоқ. Көбіне ұзындығы 40, ені 30, биіктігі 10 см өлшемді қолданады. Келесі кезең саманды ағаш құрылғыға салу. Бастапқыда аздап салынады, әбден тығыздалғанша басылады. Содан кейін бұл процесс ағаш құрылғы толығымен толтырылғанға дейін қайталанады. Артығы алынып тастайды, беті тегістеледі. Біраз уақыт өткеннен кейін ағаш құрылғыдан абайлап алынады. Саман кірпішті күйдірудің қажеті жоқ. Оны күннің астына әбден кептіреді. Нәтижесінде өте берік және жылуды жақсы сақтайтын құрылыс материалы шығады.